Сәлем көрермен, бүгінгі видеомызда қуатталатын кішігірім фонарикке обзор жасайтын боламыз. Мен аккумуляторым 3,7-ден 4 вольт кернеуін береді. Ал светодиодты жандыру үшін 2-ден 4 вольт кернеуін қосу керек. Ал енді бұл фонарьдің қуатталусыз қаншалықты жұмыс істей алатындығын өлшеп көрейік. Менің аккумуляторымның сыйымдылығы 550 мАч, ал жарық диодының тоқ шығыны 20 мА-ді құрайды. Сондықтан біз 550 мА-ді 20 мА-ге бөлеміз. Нәтижесінде шамамен 22 сағат таза жұмыс істейді. Осы кішігірім қуатталатын фонарикті құрау үшін бізге тик-тактың қорапшасы, светодиод, включатель немесе қосқыш және де зарядталуға арналған коннектор қажет болады. Достар, менің фонаригімнің қуатталу уақыты келген сияқты. Ол үшін маған литий-иондық аккумуляторларға арналған зарядник көмектеседі. Назарларыңызға рахмет. Коннектор арнасына тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Сау болыңыздар.